Табиғат тіршілік атаулының құтты қонысы, алтын ұясы, құт берекесі. Мезгілдердің ішінде күз мезгілінің алатын орны ерекше. Себебі айнала сары түске боялып, сарапындай жарқырайтыны сөзсіз. Не қасиет бар дейсің осы күзде, деп айтқаны әркімнің есімізде. Ет майымен тоғашының қолтықталап, байлап ырысқа келген осы бізге. Талай басынан қандырға, алтын дәнін тие бар арабасына. Қараңыз өзі тастап кеткен жоқ па, отанның берекелі қаңғасына. Деп ақынымыз Мұқағали Мақатаев жырлағандай, бүгінгі тәрбие сағатымыз күз мерекесі, күз берекесі, күз кереметі жайлы болмақ. Әр отбасының дастарханын дәмге, отанымыздың қамбасын дәнге толтырған алтын жұмыр күз мерекесіне қош келіпсіздер. Күз дегеніміз байлық, молшылық, жазира даланың дархан дастарханы екенін ұғындық. Танаптардағы самалмен тербелген егін сабағы молшылықтың нышаны. Оның жел қағып күн сүйген жандардың қажыр қайраты. Тезбенге түсер шақ, қыр астында оның көңілде табылса, онан асқан қуаныш болмасы анық. Күз халқының елерден берекесі жеді ғой адамзаттың несібесі. Ойлаймыз біздер бүгін күз мейрамының алтымыз құтты болсын мерекесі. Күз адам баласының молшылық береке әкелетін мезгілі. Сондықтан да адамдар күз береке, күз алтын күз деп баға береді. Ал балалар алтын дейтіннің себебі неліктен білесің бе? Иә, әрине, алтын дейтін себебі біріншіден айналаның бәрі сап-сары түске боялады. Екіншіден алтын байлықтың белгісі. Сонымен қатар күзде жеміс-жидек, дәнді дақылдар пісіп жетіледі. Сол өсімдіктің пісіп жетілуіне ықпалын тигізетін адамдар. Алтын күз сізбен бірге шуақ шашсын, көңілдің серпіліп күйін ассın. Бақ пен шаттық бірге қатта қонып, береке бірлікпен ортақтасын. Жыр сыйлаған, нұр сыйлаған тірлікке, қастерлердің қадірін білдікте. Құтты болсын алтын күз, жұмылдырған бәріміз ынтымақ пен бірлікке. Бұл суық түсті жайлаудағы мал келді деген мағынада айтылады. Ауа салқындай бастады, шық түседі, қайткен құстардың тобы көбейеді. Қыркүйектің 22-сінде күн мен түнді ұзақтығы жүреді. Қазан күздің екінші айы. Бұл кезде қара суық басталады. Кешегі жасыл жапырақтар қызыл сары қоңыр түске еніп жерге төгіледі. Күздің сыптыры жаңбыр толасы жауады, үйрек пен қар жылы жаққа ұшып кетеді. Қарашада күн қысқарады. Қазақстанның солтүстігінде қара суық басталады. Кейде қар жауады, қатты жел соғады, жұртты қырау басады. Суық аспан жер бетін тоңазытады. Барлық құстар жылы жаққа ұшып кетеді. Жүзім құрамындағы дәрумендері миға өте пайдалы. Түстен кейін қосылған жүзім немесе бір кесе шырынын ішу дерегеде ми жасушаларына да өте пайдалы. Бұдан басқа енді қасиеттері бар. Амин қышқылы А және де В, көмір, диегі, калий, магний, кальций, йод, күкірт, марганец секілді микроэлементтер жүзімнің құрамында кездеседі. Жүзім адамның иммунитетін күшейтіп, жүйкесін тыныштандырады, ағзасындағы токсиндерді тазартып жасартады. Жүзім мен эфир майы сірке суы алынады. Асқабақ әсіресе іші ауыратындарға таптырмайтын дәрі. Сонымен бірге жүрегі әлсіздерге, түрлі аурудан жүдеп шаршағандарға қуат беретін бірден бір пайдалы ас. Асқабақтың ішіндегі жұмсақ жерін, яғни етін күйген денеге таңуға болады. Мұны дәрігерлер де мақұлдайды. Құрамында жасандар, талшық, ақуыздар, каротин, кальций, темір, магний, фосфор және А, B1, B2, PP және С дәрумендері ағзадағы зат алмасу процесін жеделдететін Д және қанның ұюына ықпал ететін К дәрумендері калий, кальций және темір бар. Құрамында дәрумендерінің көптігінен болар, ол мың бір ауруға ем боларды көкөніс деп есептеледі. Жинақ дастарханын сәнін келтіретін көкөніс. Оның дәрілік қасиеті ежелгі заманнан келе жатыр. Косметика саласында да үлкен орын алады. Терінің күйеуі немесе жаралануы болса
пайдалануға болады. Қиярда ішінде дәрумендер бар. Олар В1, В2, В3, В5, В6, С дәрумендері. Самсақ есі жағымсыз болғанымен өте пайдалы. Самсақтың құрамында магний, фосфор, темір, мыс, тағы да басқа минералды заттар бар.